негізі аппаратқа мен салам көбісі шықпайтын тұғын. Сөйтсем тауықтың возрастына да қарайды екен ғой негізінде. Жаңа 1,5 жылдан асқан уже нені балапандап шығады ғой, например, тауық. Жұмыртқа туып бастайды ғой, содан бастап 1,5 жылдан кейін жіберу керек екен ғой. Сат жүру керек, сой жүру керек екен. Мен байқаған. Өйткені мынау осы қазір менікі 1 жылдық балапандар. Балапанның жұмыртқасын салып жатырмын. Алдында 2 жыл, 2,5 жыл болғанда салам, мынау 101 деңгейлік 119, 20-ма кетеді ішіне. Соны салам, где 20 жұмыртқадан где-то 60-70 қана балапан шығатын тұғын. Сонымен енді жылдан жылға тауықтар өзгеріп жатыр, не қылып жатыр. Осы қыстан бастап алда жазда шығарғанмын өзім. Соны не қылып жатырмын. 1 жылдық болғандарды уже салып көріп жатырмын бірінші рет. Результатын көреміз. Тағы да жіберем. Негізі менің ойымша, білмеймін, білетіндерің болса комментарий қалдырыңыздар. Мен қатема, может, білмеймін. Алдында жолдас балама берген бұл жұмыртқа шығарды. Әдемі 100% шыққан білмеймін, бірақ көп шықты. 2 аппаратқа салды, менің жұмыртқа тоже 1 жылдық болған кезде. Мен салып көрген жоқтым 1 жылдық, бірінші рет салып отырмын. Результатын көреміз, не болатынын.